Assalamu alaikum. Мен Түркияда туылған қазақпын. Атым Мәриям. Кезінде 1949 бен 50 жылдарда Гималай тауында 8 жаста қайтыс болған Мәриям деген қыз бар. Со кішкене Мәриям деген қыз Түркияға келіп, қайтадан тірілді деп қойған аты менен менің атым Мәриям. Мен орта мектеп, оның кейін басқа да мектептерде Эгей теңізінің жағасында, Эгей өңірінде оқып шықтым. Оның кейін университетте, Анкарада Хажеттепе университеті деген университеттің тарих факультетін бітірдім. Бітірер-бітірместен бір аптадан кейін Англияның BBC радио станциясына барып, Рейдинг деген жерде қазақша және қырғызша радио хабарларын, оның кейін ақпарат хабарларын тыңдап, соны аударып, сонда жұмыс істедім 1 жылға. Оның кейін Азаттық радиосында 3 жылда енді туыстарым менің Мюнхенде, Германияда, олардың қасына барып 3 жылдай сонда істедім. О жерде үйлендім. Оның кейін Америка Құрама Штаттарына барып, University of Wisconsin at Madison деген жерде магистратура программасына кірдім. Со программада оқып жүргенде қазақша бұл жерде енді оқытушы дейді ғой. Алғаш оқытушы болып со жерде қазақша тіл курсында сабақ бердім. Магистратурамды қорғағанда Совет одағынан бұрынғы кезде 1905 пен 1930 жылдар арасында бүкіл Ресей мұсылмандары және Қазақстанда болған модернизациялау жөнінде мен өзімнің тезімді қорғадым. Оның кейін Түркияға келіп, Түркияның ағылшын тілінде сабақ беретін, тек қана со тілде дәріс өткізетін Bilkent University деген Bilkent университетінде Анкарада PhD дейді докторамды бітірдім. Міне сол кезден бері 25 жыл болып қалды, мен Түркияда халықаралық қатынастар бөлімдерінде сабақ беріп келем. Тарихтан, халықаралық қатынастардан және осы саладағы бүкіл тақырыптағы дәрістерден сабақ беріп келем. Енді мұна ертіс толқынындағы немесе мұна WhatsApp'та ашылған ертіс толқыны жөнінде және бұрыннан басқадай тораптарда мен өзім тілеп кірмедім. Мені осындағы мені танитын бір қанша бауырымыз мені қалап, маған менен ұлықсат сұрап, мені кіргізді осы жазда ғана. Бұл жөнінде сіздерге өз пікірімді айтқым келеді. Әрине, әлем көлемінде хабар тарату, хабарласу, бір-бірінің жағдайын үйрену жөнінде. Және тек қана жеке адамдардың емес, халықтардың, миллеттердің, топтардың жағдайын үйрену жөнінде институт ретінде әрбір елдің өзінің және өз халқына, сондай-ақ әрбір елдің шет елдерге, шет тілдерінде хабар беретін хабар станциялары бар болған. Бұлар әлі де баршылық. Әрине бұлардың біреуі, мына сіз торапта көп олардың хабарларын бересіз. Бұл Radio Free Asia деген осылардың бірі. Ал енді қазіргі күнде бұл жағдай күн сайын өзгеріп бара жатыр. Қазіргі күнде ендігәрі шекаралардың сызығынан асып түсетін жаңа хабарласу құралдар шықты ғой. Міне, қазіргі жаңа заманда нағыз революция, нағыз төңкеріс, ғаламдық төңкеріс, әлеуметтік ақпарат, интернет төңкерісі болған. Міне осы. Кезінде тарихта атам қазақ құрылтайды ат үстінде отырып өткізеді екен дегенде бір кітаптан оқыған едім. Ендігі кезде қазақ құрылтайлары интернет тораптары арқылы өтетін болды ғой, міне. Бұл құрылтай дейсіз, енді бұл құрылтайда мысалы
кезінде дауысы өшіріліп шәйіт етілген Жанымхан Ақсақалдың немересі арқылы Жанымхан Ақсақалдың немересін олардың үй ішіндегі өнөгөсін сіздерге Алихан аға Жаналтай естіртті. Оны тыңдадыңыздар. Кезінде елден кетіп, енді қияметті көрсейік деп кетсе де, ол құрдымға кетті, өлген шығар, жоғалған шығар деген Қалибек Хакимнің пікірін міне менің даусым арқылы тыңдап отырсыздар ағайын. Осындай жалпыға жайылған халықаралық әрекеттерге ұйытқы болған әрбір қауымның, әрбір елдің ұлттық сезімін оятып, өз қоғамының мұң-мұқтажына көңіл аударып, бұған ми қатырған, жар құлағы жастыққа тимей іс қылған, жұмыс атқарған азаматтар бар. Бұл азаматтарға зиялы қауым дейміз. Бұл зиялы қауым ел ағасы ретінде де бағаланады ғой. Енді мына бұл хабарласу жүйесі, жаңа төңкерістік хабарласу жүйесі өте маңызды. Бірақ мұндағы ең маңызды жайт ауыз екі сөйлесіп отырғандай, мыңдаған километр қашықтықтағы туыстың, қарындастың, отандастың дауысын естіп отырмыз. Бірақ әрбір адамның өзінің көзқарасы басқа-басқа, ойлау жүйесі басқа-басқа. Бұл жердегі ең үлкен проблема, бұл енді жаңа төңкерістік, мына жаһандану жағдайындағы жаңа хабарласу жүйесінің ең үлкен проблемасы хабарласу жүйесінің еркіндігі деп әркім өз аузына келгенін айта береді, өзінің осы сөзім дұрыс қой деген пікірін айта береді. Осындай жаңа хабарласу, ғаламдық хабарласу жүйесін қазақ пайдасына қолдануға тырысып отырған көптеген азаматтар баршылық. Мысалы, бұл хабарласу жүйесінің еркіндігі деген кезінде Совет одағы ыдырар кезде Горбачев арқылы гласност сөзімен бүкіл империяның іргесін сөккен. Біздің мына хабарласу жүйеміздің маңызы міне осы. Кезінде бір-бірін көрмей кеткен, шекара асып кеткен, Гималай асып кеткен, шөл басып кеткен, мұздан, лопнордан өткен дауысты естіп отырсыздар. Елдердің ішкі істеріне араласу мүмкін емес деген сөз естіп қалдым. Енді мен халықаралық қатынастардан PhD доктора қорғаған адаммын. Менің PhD тақырыбым қазақ ұлтшылдығының түп тамыры деген тақырыпта. Енді бұл ұлтшылдық жөнінде және халықаралық қатынастар саласында енді бұл жөнінде біздің бір авторитет дейміз, біздің жоғарғы әлемдік деңгейде танылған жерлерден мен алған бұл жөнінде сөйлей алады деген, бұл жөнінде пікір бере алады деген менде шен бар, айтуға мүмкін. Халықаралық қатынастардың humanitarian intervention деген бір сөзі бар. Адамдық қасиетке құрмет үшін басқа елдерде қорлық көріп жатқан халықтардың жағдайына араласу мүмкіндігі бар. Бұның атына humanitarian intervention дейді. Бұның себебін әлем көлеміндегі елдер бұлай ойлаған. Біз енді үйімізде отырып, жақсы орындығымызда, жақсы жағдайда, телевизордан, пәлен жерде, пәлендей топтың қорлық көріп жатқаны, өліп жатқаны, жарақаттанып жатқаны, атысып жатқаны, соғысып жатқаны көреміз ғой. Мұна сол жағдайда үйімізде рахат кәне отырып, шайымызды ішіп, тамағымызды жеп, бала-шағамыздың қасында соларды аймалап отырсақ, олардың басқа жақтағы со қиыншылық көрген адамдардың жағдайына біз алаңдамасақ, онда біз адам емеспіз. Онда біздің адамдық қасиетіміз жоқ деген сөз. Міне сондықтан халықаралық саясат мәселесінде бұл humanitarian intervention біріккен ұлттар ұйымының құрамында, бүкіл әлем елдерінің құрамында.
Бұл саясатқа, халықаралық саясатқа енген мәселе. Еш нәрсе істей алмайды ешкім. Ешкім еш нәрсе істей алмайды деген сөз, ол өтірік сөз. Ол енді халықаралық жағдайды білмеген сөз дейін. Қысқасы, ешкімді бұл жөнінде не қылмай, жазаламай, немесе теріс демей. Шынында да халықаралық қатынастарда humanitarian intervention адамдық қасиетке құрмет үшін, бізде адам болғанымыз үшін, жәндіктердің қорлық көруіне араша түсуге біздің хақымыз бар. Ол болмаған жағдайда Қазақстанда ешкім еш нәрсе істей алмайды, елбасы да істей алмайды. Елбасы Астанада осы 1 жыл болып қалды, Сирия жөніндегі қақтығысқа, Сирияның ішкі істерінде болып жатқан соғысқа араласу, ол жөнінде оған арашашы түсу үшін неге жиналыс ұйымдастырып отыр ондай болса? Я. Бұл бір енді бұл еш нәрсе істей алмаймыз, еш нәрсе жасай алмайды. Бұл енді ішкі істерге араласу да айтады елдер. Сен менің ішкі істеріме араласпа дейді. Бірақ халықаралық қатынастарда бұл 20 ғасырдағы болған саяси тарихта, әлем тарихында бұның көптеген дәлелдері бар. Басқа елдер келіп емес. Басқа елдер, кейбір елдердің өз халқына, өз азаматына жасаған қиыншылығына бұны неге бұлай істеп отырсың деп сөйлеуге хақы бар. Біріншіден, осыны айтып өтейін.